Қазақ тілі пәні, сабақтың тақырыбы сөз құрамы түбір және қосымша. 75-ші сабақ. Сабақта түбір мен қосымшаны ажыратуды үйренесің. Қайталайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейді. Мысалы, тау, теңіз, су, үлкен, жуан. Түбір сөзге жалғанған бөлікті қосымша деп атайды. Олар балалар мағынаны білдірмейді. Яғни дық, тік, шы, лар, дер, дай, дей деген сияқты қосымшалар жатады. Түбірдің белгісі. Мысалы, күйші, түбірі күй. Белгісін осылай қарындашпен сызамыз. Бірнеше сөздерді сөз құрамына талдайық. Сөз құрамына талдау дегеніміз сөздің түбірі мен қосымшасын ажырату. Мысалы, шаңғышы. Шаңғышы. Келесі сөз. Апталық. Және палуандар. Бірінші сөзді қарастырайық. Шаңғышы. Түбірі шаңғы. Қосымшасы шы. Екінші сөз апталық. Түбірі апта. Лық оның қосымшасы. Үшінші соңғы сөз палуандар. Түбірі палуан, қосымшасы дар. Яғни біз балалар сөздің түбірі мен қосымшасын таптық. Яғни сөз құрамына талдау жасадық. 53-ші жаттығу 24-ші бет. Тыңда. Шынықсаң, шымыр боларсың. Бойды сергек тік ұста, емін еркін тыныста. Деміңді ішке тез алда, оң қолыңды соз алға. Қол ұшына қарада, үш бұрышсыз ауада. Сол қол босқа тұрмасын, шеңбер жасап, тынбасын. Деміңді ішке тез алда, соз қолыңды соз алға. Дәптермен жұмыс. 2 жол тастап, бүгінгі күнді жаз. 54-ші жаттығу 25-ші бет. Көп нүктенің орнына керек сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз. 56-ші жаттығу 25-ші бет. Жаңылтпашты жадқа жаз. Қарамен берілген сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат.